Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай кері байланыс түрін қалай оңай жасауға болатынын үйренетін боламыз. Қарапайым PowerPoint-тың көмегімен жасауға болады. Ол үшін бізге осындай иллюстрациялар қажет болады. Және вставкаға кіреміз, фигураға кіреміз, өзімізге қажетті фигураны таңдап аламыз. Тік төртбұрышты да алуға болады. Және осы фигураның заливкасын жасылмен және контурын ақпен, толщинасын өзіңізге қажетті етіп таңдап алсаңыз болады. Дәл осындай фигураның біз үшеуін қоямыз және сары, қызыл түстерге іштерін бояймыз. Жасыл түске түсіндім және сары түске сұрағым бар, қызыл түске түсінбедім деп жазып шығамыз. Үшеуінің қаріптерін, көлемін өзгертіп аламыз. Өзгертіп алғаннан кейін бізге осындай үш түрлі кітап керек болады. Сәйкесінше түстерімен бірге жасатып алсаңыз жақсы болады. Және осы кітаптарды қажетінше өзіміз көбейтіп аламыз. Сыныпта қанша оқушы, соның санына көбейтіп алсаңыз дұрыс болады. Сөрелерге кітаптарды қойып шығасыз. Кітаптарды сөреге қойғаннан кейін осы түсіндім деген фигураның үстінен басып формат бөліміне кіресіз. Область выделения ішінен осы фигураның атауын өзгертіп аласыз. Үш фигураға үш атау қойып шығасыз. Түсіндім, сұрағым бар және түсінбедім. Енді мына жердегі кітапшалардың барлығына анимация қойып шығамыз, кезекпен кезек қоямыз. Бірінші кітаптың үстінен басып, анимация бөліміне кіреміз, добавить анимацию басамыз, вычитание дегенді таңдаймыз, және триггер қоямыз. Триггер по щелчку дегеннен кейін түсіндім деген батырманы басасыз. Осылайша барлық кітаптарға анимация қойып шығасыз. Мұқият болыңыз, кітаптарға кезекпен кезек қойып шығасыз. Барлығын бірдей выделять етіп қоюға болмайды. Тап осы алгоритмді қайталай отырып, сары кітаптарға, қызыл кітаптарға анимация қойып шығасыз. Осылайша сіздің кері байланысыңыз дайын болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Каналға тіркеліп алыңыздар.